Қайырлы күн достар, пайдаларына каналына қош келдіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге белгілі 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасында Еврохаттама, яғни Европротокол өз жұмысын бастады. Еврохаттама жол полициясының апаттық комиссарды шақырмай, жол-көлік оқиғасын рәсімдеудің және сақтандыру компаниясынан өтемақы алудың жылдам тәсілі. Яғни қақтығыс кезінде кімнің кінәлі және кімнің кінәсіз екендігіне екі жақ тарап келіседі. Осының бәрін қосымшада рәсімдейді, яғни сандық рәсімдеу жүріп жатыр. Осыдан кейін декларация сақтандыру компаниясына беріледі, бағалаудан өтеді және сақтандыру төлемін алады. Еврохаттаманың міндетті шарттары бар. Ол жол-көлік оқиғасына қатысушылардың мобильді нөмірлері мобильді азаматтар базасында тіркелген болу керек. Екінші, 2024 жылға зардап шеккен тарапқа жөндеу жұмыстарының көлемі 369 мың теңгеден аспайды, яғни 100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Үшінші, азаматтардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтірілмеген болуы керек. Төртінші, апат салдарынан тек көлік құралдары зақымданған, басқа мүлікке зақым келтірілмеген болу керек. Және де бесінші, апатқа қатысушылардың екеуінде де қолданыстағы міндетті автосақтандыру полистері болуы керек. Және соңғы алтыншы, жүргізушілер арасында жол апатының зақымдану тізімі мен жағдайларына қатысты келіспеушіліктер болмауы керек. Осы шарттардың барлығы орындалған болса, уақытыңызды үнемдеп, ешқандай жол полициясын немесе сақтандыру компанияларын шақырмай, Еврохаттама қосымшасы арқылы тез арада мәселені шешуге болады. Еврохаттама қосымшасын видеода көрсетілгендей App Store немесе Google Play приложениялары арқылы көшіріп алуға болады. Приложенияны көшіріп алғаннан кейін ішіне кіріп регистрация жасаймыз, яғни тіркелеміз және де керекті деректердің барлығын толтырамыз. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Жол жүргенде абай болыңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет. Арнадан алыстамаңыздар достар.